Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде жаңа тарау, 17-ші тарау, ол бізде азотты органикалық қосылыстарға негізделген тарау болып табылады. Ал ендеше бастайық. Жалпы азотты органикалық қосылыстардың ең алғашқы тақырыбы ол бізде аминдер жайлы болмақ. Бүгін біз сіздермен аминдермен танысатын боламыз. Жалпы амин деген нәрсенің формуласы бұл радикал NH2. Аминдер деген кімдер? Аминдер деген аммиактың органикалық туындылары болып табылады. Енді алдарыңызда міне аминдерге қатысты жалпы ақпараттар тұр. Мысалы, аммиактың давайте формасына жазып көрейік. Міне NH3. Біріншілік амин деген мынау аммиактың бір сутегінің орнына радикал келіп алатын болса, бізде біріншілік амин деген нәрсе түсіріледі екен. Мысалы, CH3 NH2. Міне, 3 сутектің біреуінің орнына метил тобы келіп алды. Егер 2 сутектің орнына радикал келіп алса, ол бізде уже екіншілік амин болып табылады екен. Мысалы, CH3 NH2 дегеннен тағы да бір сутек кетіп қалса NH, және мына жерінде тағы да CH3 тобы орналасса, мына жерде байланыстар бар әрине. Ал егер жалғыз соңындағы сутектің орнына тоже радикал тобы келіп алатын болса, бұл бізде үшіншілік амин болып табылады. Осылай. Ендеше жігіттер қыздар, осылардың атауларымен танысу қалды. Алдарыңызда мынау аммиак, мынау радикал метил ғой, метил амин деп аталады. Метил амин. Мына жерде метилден екеу болғаннан кейін бұның аты диметил амин болып табылады. Ал мынау бізде қазір 3 метилден тұрғаннан кейін бұның аты триметил амин деп атала салады. Осылай. Яғни кез келген аминге осындай радикал топтарын жалға берсеңіздер болады. Мен просто қазір метилді мысал қылып алып жатырмын. Ендеше жігіттер қыздар, біз алдыңғы сабақтарда азот деген тақырып өткен болатынбыз. Сол азот деген тақырыпта аммиак туралы кішігірім сөз қозғаған едік. Аммиак бізде мынау артық электрондар болғаннан кейін, яғни бос электрон жұбы болғаннан кейін негізі қасиет көрсетеді. Біз оны қалай білеміз? Біз оны фенолфталин арқылы білеміз. Яғни аммиакқа фенолфталин тамызатын болса, ол таңқұрай түске өзгеріп кететін еді. Таңқұрай түс как раз негізі қасиетте көрсетіледі. Енді бір қызығы, мынау аминдер деген тоже аммиактың туындылары болып тұр ғой. Сол себепті бұлар да бізде негізі қасиет көрсетеді екен. Ендеше негізі қасиеттерін салыстыратын болсақ, аммиакқа қарағанда мынау біріншілік аминдікі мықтырақ, біріншілік аминге қарағанда екіншілік аминнің негізі қасиеті мықтырақ, ал екіншілік аминге қарағанда үшіншілік аминнің негізі қасиеті мықтырақ болады екен. Получается, ең негізі қасиеті мықтысы болып тұрған ол бізде мынау триметил амин болып тұр екен. Ал ең әлсізі бізде аммиак. Енді бір қызығы, аминдердің барлықтары аммиакқа қарағанда негізі қасиеті мықты бола бермейді екен. Бір амин бар, который қазір аммиактан да негізі қасиеті әлсіз болатын, оны біз қазір көрсететін боламыз. Ал енді жігіттер қыздар, ол бізде анилин деп аталатын зат болып табылады. Қараңыздар, ароматты амин, анилин немесе фениламин. Давайте оның формасын салып көрейік. Ароматты деген ол осындай бензол сақинасы бар деген мағынаны білдіреді. Амин деген сөз осы жерде NH2 тобы бар. Бұны басқаша жинақтайтын болсақ, С6H5 NH2 деген затымыз. Осы бізде анилин. Я болмаса С6H5 деген бізде фенил ғой. Мынау бізде амин. Получается, бұның аты фениламин деп атасаңыздар да болады. Ендеше бір қызығы, бұл фениламин аммиактан да әлсіз екен негізі қасиеті. Ал бұл аммиак болса, біріншілік аминнен әлсіз. Так, NH2. Ал бұл болса, екіншілік аминнен әлсіз болып табылады. Ал бұл болса, свою очередь, үшіншілік аминнен әлсіз болып табылады екен. Осылай. Так, енді кеттік алынуын қарайық. Аминдерді в целом қандай реакциялар арқылы алуға болады? Ең бірінші галоген алкандарға аммиак қосу дейді. Мысалы, бізде CH3 хлор деген зат бар. Бұл жерге біз қазір аммиакты қоссақ, қараңыздар, бізде CH3 NH2 деген зат түзіледі. Және логично, что H хлор түзіледі, бірақтан бір қызығы мына жерде бізде H хлор түзілмейді екен. Бұл жерде аммиакқа 2 деген коэффициент қойып жібереді екен біз. Пайда болған H хлор аммиакпен тағы да әрекеттесіп кетіп, бізде аммонийдің хлориді деген зат түзіледі. Яғни бұл реакция жүру үшін аммиак артық мөлшерде болу керек. Аммиакта тау артық мөлшерде болады. Бұл жерде аммиактың өзі катализатор кейпінде болады екен. Тағы да біреуін жазып көретін болсақ, С2H5 бром қосылған аммиак
шығады С2H5NH2 қосылған тағы да аммонийдің бромиді бұл жол. Так, 2 мына жерге аммиак. Енді жігіттер қыздар, бұл реакция түсінікті деп ойлаймын. Келесі екінші реакцияны қарайық. Спирттерге аммиак қосу. Егер біз спирттерге аммиак қоссақ, онда бізде аминдер түзілу керек. Және біз ойлаймыз тағы да H2 шығады деп, бірақтан бұл жақта да аммиак артық мөлшерде болу керек. Сонда бізде NH4-тің гидроксиді деген зат түзіледі. Мысалы, CH3OH деген зат болса, бұған біз аммиакты қоссақ, бізде CH3NH2 қосылған NH4OH деген зат түзіледі. Так, осылай. Келесі анилиннің алу реакциясы. Анилинді алу үшін біз үш реакцияның біреуін жүргізсек болады. Ең бірінші зенин деген ғалымның реакциясы. Зенин деген ғалымның реакциясы бүйтеді. Нитробензол деген затты сутек атомымен тотықсыздандырамыз дейді. Сутек атомымен тотықсыздандырамыз. Мына нитробензол. Енді жігіттер қыздар қараңыздар. Сутек атомымен деп тұр. Егер сутек молекуласы десе, онда H2 болатын еді. Ал сутек атомы десе, біз значит қарапайым сутектің өзін қоса береміз деген сөз. Бұл кезде С6H5NH2 қосылған H2 деген затымыз түзіледі. Ендеше оттек екеу мұнда біреу алдына 2 қоямыз. Сутектер екеу мен 6 болып кетті. Мына жерге 6 сутекті қойсақ, реакциямыз теңеседі. Осындай реакция бізде бар екен. Мына сутек атомы қосу керек. X болмайды бұл жерде. Келесі хлорбензолға аммиак қосу. Егер бізде хлорбензол деген зат болса, бұған аммиак қоссақ, бізде қарапайым тура алдыңғы реакцияларымыз секілді. Мына жерге 2-сін қойып жібереміз, бізде аммонийдің хлориді деген зат осылай түзіле салады. Міне анилин деген заттарымыз түзіліп жатыр. Реакциямыз тең. Кеткенде соңғы реакция фенолдың аммонолизі деген реакция. Егер фенолға біз қазір аммиакты қоссақ, жігіттер қыздар, онда осы жерде сәл басқаша реакция жүреді. Бізде анилин деген зат түзіледі. Енді біз байқағанымыздай, жаңылден бері бізде NH4-тің тұздары түзіліп жатыр ғой. Бірақтан именно осы фенолда бізде су деген зат түзіледі. Яғни аммония шықпайды бұл жерде. Вот, осындай ерекшелік бар. Мұны просто так осылай теңесіледі. Ал басқа хлорид болсын, мына жақта спирттер болсын, оларда міндетті түрде аммоний тұздары шығу керек. Фенолда ғана ондай аммоний тұздары шықпайды екен. Бұл жақта кәдімгі қарапайым су шығады. Келесі. Аминдердің химиялық қасиеттері дейді. Так, физикалық қасиеттері жазылмаған ба не? Физикалық қасиеттерін онда өзім қысқаша айта кетейін, негізі мына жерде болу керек. Аминдердің алғашқы 3 өкілі, яғни метиламин, этиламин, пропиламин дегендер, олар бізде аммиак естес суда жақсы еритін заттар болып табылады. Бұлардың агрегаттық күйі, жігіттер қыздар, газ. Келесі, көміртегі 4-тен бастап көміртегі 9-ға дейін, яғни аминдердің ортаңғы мүшелері, олар бізде шіріген жұмыртқа иісті, сасық иістес, суда нашар еритін сұйықтықтар болып келеді. Ал жоғарғы аминдер, яғни 10-шы көміртектен басталатын аминдер, олар бізде уже қатты заттар болып келеді. Түссіз иіссіз қатты заттар. Осы ақпаратты сіздер жазып алуларыңыз қажет. Так, ал енді химиялық қасиетіне де келіп қалдық. Бірінші қышқылдармен әрекеттесу дейді. Аминдер бізде негізі қасиет көрсеткендіктен олар бізде қышқылдармен әрекеттесе алады. Ал енді процесс қалай болады? Міне қараңыздар, CH3NH2 деген затқа мен H-хлор деген затты қосайын. Қараңыздар, сутек қазір мына жерге қосылып кетеді. Сонда бізде CH3NH3 мынандай тік жақша и сыртына былай хлор деген зат түзіліп кете салады. Мына заттың аты метил аммоний хлориді. Тағы да біреуін көрейік. Мысалы, С2H5NH2 қосылған H бром. Шығады бізде С2H5NH3 мынандай тік жақша және бром деген молекула. Осылай. Реакциялардың барлығын былай өзін теңестіріп ала саламыз. Өте қарапайым реакциялар. Этил, аммоний, бромида. Келесі жану реакциясын қарастырайық. Енді аминдердің жануы сәл ерекше болады екен. Бұларды жандырған кезде жігіттер қыздар CO2, H2O және азот деген затымыз түзіледі. Міне, көрдіңіздер ме? Азот.
Тағы да біреуін көретін болсақ, С2H5NH2 қосылған оттек шығады СО2, H2O және азот. Енді не себепті бұл жақта азот түзіліп кетіп жатыр? Бізде аминдер бұлар аммиактың туындылары ғой. Аммиакты өртеген кезде қараңыздар, екі түрлі жағдай барады. Катализатор қатысында, катализатор қатысынсыз деген. Вот, аммиакты катализатор қатысынсыз өртеген кезде, яғни ешқандай өршітке қатыспаса, онда азоттың өзі осылай түзілетін еді. Получается, органикалық қосылса жаңғырған кезде СО2H2 шығып жатыр, және аммиакты өртеген кезде осылай азот шығып жатыр деп қарастырсақ болады екен. Ал енді жігіттер қыздар, осыны теңестіруде өте бір қызықты, точнее өте бір күшті лайфхак бар. Азоттың алдына әрдайым 2 қоясыздар. Сол кезде азоттарыңыз 4-теу болады. Мына жерде 1-ақ, мына жерде 4 деген коэффициент. Мына 4 пенен 2 өзгермейді ешқашан. Енді көміртегіміз 4-теу болып кетті. Мына жерге 4, сутек 3, мынамен 5-еу. 4-ке көбейтсек 5-ті 20. Мына жаққа сонда 10 қоямыз. Енді оттектерді теңестіреміз. Так, 4-ке 2-ні 8, мына жақта 10, 18 оттек, 9 қойсақ теңеседі екен. Мына жерге де 2 қоямыз, мына жерге 4 қоямыз. Сонда көміртегіміз 8. Так, сутегіміз 7, 4-ке көбейтсек 28, 2-ге бөлсек 14. Ал ендеше оттек санайтын болсақ 16, 14, 30 оттек бар, мына жерге 15 деген санды былай қоя саламыз. Осымен реакциямыз теңесті. Енді келесі қасиет ол бізде анилиннің қасиеті. Анилин деген сәл ерекшелігі, ода бізде негізгі қасиет өте әлсіз, және оның құрамында бензол сақинасы бар. Значит, ол қазір амин секілді реакцияға түсе алады, және бензол секілді тоже реакцияға түсе алады екен. Әрқайсысын енді тоқталайық. Кеттік, бірінші амин тобы бойынша реакция қалай болады? Мысалы, біз анилин деген затқа біз H хлорды қоса аламыз. H хлорды. Кезде бізде С6, H5, NH3 и мынандай тіке жақша хлор деген затты қоя салсақ болады. Міне фенил, аммоний, хлориді деген зат түзіліп жатыр. Міне теңесі. Келесі бензол сақинасымен реакциясы қалай болады? Ол үшін давайте біз бензолды салайық. Үстіне NH2-сын қояйық. Енді бром сумен деп жатыр ғой, значит, бром қосамыз. Енді бір қызығы, бром бізде мынау 2-ші көміртекке, 4-ші көміртекке және 6-ші көміртектегі сутектердің орнын басып алады. Сонда бізде тағы да 6 бір сақталады. Ядросы сақталады. Үстіндегі NH2-ге еш нәрсе болмайды. Мына жерге бір бром келіп алады, мына жерге бір бром келіп алады, және мына жерге бір бром атомы келіп алады. Және қосылған H бром деген зат түзіледі. Осылай. Бір қызығы, мынау пайда болған зат ол бізде тұнба болып табылады. Ендеше реакцияны жинақтап жазуға болады. С6H5NH2 қосылған 3 бром шығады бізде С6. H-тан қараңыздар. Мына екі жерде ғана қалып тұр, сол себепті H2 бромнан 3 және NH2 тобы бар. Қосылған 3H бром деген молекула. Мынау бізде тұнба. Ал ендеше жігіттер қыздар, мынау тұнба болып тұрған зат, яғни мынау жер, ол бізде тұнба еді. Бұның түсі ақ. Ақ түсті тұнба. Так, осымен жігіттер қыздар, бізде аминдер деген тақырып аяқталды. Ендеше сіздерге әдеттегідей 5 сұрақты дайындап қойдық. Сол сұрақтарға жауап берсеңіздер. Кеттік, бірінші сұрағымыз. Екінші сұрақ. Үшінші сұрақ. Төртінші сұрақ, бесінші сұрақ, және дұрыс жауаптары. Жігіттер қыздар, осы жерге дейін көріп болған болсаңыздар, онда комментарийға 5 сұрақтың қаншауына дұрыс жауап беріңіздер, соны қалдыра кетіңіздер. Және сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.